мен енді коммунистпін ғой деп айтып отырған сөзім, мына кейінгі 30 жыл болды, тойлап жатыр ғой. Ардар жоқ, ұяттар жоқ, қанағаттар бәрін сатып жіберді ғой. Жас жігіттер сен сияқты дипломы қалтасында, қыздар көшеде қаңғырып жүр. Неге? Неге деші? Мен совет өкілі адам ғой. Бұрынғы институт бітіреді, университет 2 жылға направление береді. Район, село, қала қарамайды. 2 жыл істейді, содан пожалуйста қайда барса өзің білесің. Қазір диплом, 2 диплом қалды, көшеде қаңғырып жүр. Грузчик, жұмыс жоқ, қаңғырып жүр. Тұру үшін ақша керек. Ақшаны ұрлай ма? Жас жігіттер, қыздар. Не істейді? Содан көшеде қаңғырып жүр. Ақшары барлар ойнеген. Баяғыда ата-бабамыздың сөзі бар. Аузы қисық болса, байдың баласы сөйлес деген. Сол келді ғой. Мына Нұрекеңмен мен 8 жыл істедім. Онда адам болады деп ойламай едім мен. Сонда Демекенің айтқан сөзі 81 жыл маған айтты. 78-де мен 3 жыл орынбасар болдым. 5 жыл сектор партия организациясы болдым. Коммунистпін. Лениннің 100 жылдығында партияға өттім, армияда жүріп. Десантик, старший сержант. Сонда келгеннен кейін милицияға кіріп, ақырын школа медицина бітірдім заочно, Казгу юрфагын бітірдім. Өсіп, таза жұмыс істедім, таза. Бізде алға бірдеме алу деген ақшаны жоқ қой өзі. Коммунистпіз, ойбай, заманы десеңші. Кейін сол 78-3 орынбасар болдым. 81-де жаңа мені командир отдельный дивизион по охране партии мені қойды. Менің алдымда бір подполковник, бір майор бар, а мен жаңадан капитан алғам. Жаңадан мені қойды. Сонда жаңа министр алып барып, Аршимовқа алып барып, председатель совет министрі Байкенешевке. Алып барып жаңа Байкенешев отақ. Ой, әбеке жақсылап жұмыс істеді. Ез Байкенешев деп айттым. Содан кейін қонақ қалып барды. Министр ол кезде орыс Платаев Андрей Георгиевич болған. Бұның секретарь 5 жыл ма 6 жылы зав. Административный отдел болып. Соң қонақ қалып барған соң қонақ қойды. Жаңа Андрейге айтады министрге. Андрей, сен мені таныстырма. Мен оны 70 жылдан білем. 70 жыл мен армияға келіп, старший сержант Төлебаев 217-те постовой болып далада тұрғам. 8 квартир ғой, соны охрана еткен мен. Сонда мен екінші постовоймын, старший ішінде тұрады, мен сыртта жүрем. Түнгі кезде, күндіз әбет кезде 1 сағатқа мен етеді, тамақ ішем, ішіне кірем де, әбет далада жүрем. Сөйтіп өстім, таза коммунист болған соң жақсылап жұмыс істедім. Сөйтіп ол кезде енді әкем участник войны, инвалид 3 группы, 5 жыл соғысқан. Шешем 8 баланың анасы, тоже үйде домохозяйка. Ауылдың адамы, Жамбыл ауданы, Ұздағышты ауылы бар. Сөйді 65 жыл мектеп бітірдім. Сонда жай оқыды ғой, 4-5 шақырымды. Күндіз түні жыл бойы жай келеміз ғой. Автобус жоқ, троллейбус жоқ ол кезде. Сөйтіп өтірдік, 65 жыл мектеп бітірдім. Соны армияға барып, кеп, істедік жұмысына. Сонда әбден коммунист болған соң таза жұмыс істедік қой, таза. Сонда бұлай қарасаң, 81-де командирі болдым, жаңа отдельный дивизионның. Қонаевтың айтқан сөзі, бауырым деді, інім деді, саған бірақ айтады сөзім бәлже, министр алып барды ғой, командир болғанда. Атыңды, арыңды, ат басты алып бірсе бұлғама деді. Ез Димашаға мен істедім. Сонда 6 жылда 88 квартир алды мен. Мен сека верхов сөйтір. 40 комнат общежитие, Шашкин 3Адан 40 комнат, бір комната, кухнясы бар, туалеті бар, бірақ общий коридор. 40 комнат. 48 квартир. Бәрін барға біреуге таныспен, бауыр, онда жоқ қой кезде. 48 квартирде түгел өшіртпен, как положено, заң бойынша, состав семьясымен, бәр өршетпен, сонда ол кезде менде 130 адам өршет тұрды квартирге. 130 адам квартир өршет тұрды. Бәрі бір нарушение жасап. Бір жарты арақ ішіп көрген емес қой. Біреуге, әй, сен мен тағай деп, ондай жоқ қой ол кезде. Соны өсірдік, кеттік. Соны 87 жылы жаңа декабрьский событий дейме, қалай дейді? Декабрьский бір басында мен далаға шығып қарсам, сека жағын салды ғой, жоғарықта, Сатпаевта. Далаға шықсам, бір 150-дей бала, қыздар, 3 плакаты бар, площадьтан өтіп кетті.
Оу, 16 декабрь, 86 жыл. Өтіп кетті, содан кейін начальник управления охраны общественного порядка полковник Дзюба деген болады, Иван Алексеевич деген. Соған звондады, мен бастығым, соған бағынамын. Мен қалада істегем жоқ, МВД-ға қарадым. Соны айтып, Иван Алексеевич ота-ота бір 150-дей бала қыздар 3 плакатпен өлең айтып площадьтан өтті дедім. Сөйтіп едім, ну и хер сүйім деді. Содан кейін бір 3 сағаттан кейін 4 сағаттан 500-600-дей бала. Уже 3 плакат емес, 5-6 плакаты бар. Өтті, кетіп баратты. Содан кейін замминистр марқұм Сериков Сайлау Досымович деген болды, замминистр. Мен министерство қараймын ғой, қалаға бағынбаймын. Только министерство болды. Сайлау Досымович отақ, бағана бір осында өтті. Кәрі бір 500-600 бала, 6-7 плакаты бар. Өлең айтып, жаңа площадьпен кетіп баратыр едім. Зүбонға айттым ғой деді. Айтып едім, не керісін айтты дедім. Ал деймеймін ғой, айтқан сөзін айтып. Мен қазір келемін, Ромиттен келді. Ол кешкі келгенде уже олар өтіп кетіп қалды. Сатпаевпен өтіп, ана форумтан өтіп, ары қарай Сықидың есі бар ғой, соған қарай кетті. Келді, ары отырды, бері отырды, соңға бір 3 сағаттан кейін ба, уже ой-бой, енді санын айта алмаймын. Мыңнан астам адам ғой, площадь толып кетті ғой. Толып кетті. Жаңа ары қарақ, бері қарақ. Соң бірінші Сатпаев қой, жаңа бірінші милиционерлерді қойды. Бүйтіп қолдарын бүйтіп ұстап тұр. Қол таяқтары бар, лопатасы бар. Бір-бір соғды, босамайды. Екінші ратқа жаңа внутрь войска дейді ғой әлгі. Соларды қойды. Үшінші ратқа нені қойды? Пограничный войсканы қойды. Цеканың айналасына бір 200-дей солдат, пограничный войска айландырып қойды. Мынандай лопаталар, солдатский лопаты бар ғой мынандай, кішкентай. Қойып қойды. Сол сағат 10 ба, 11 шамасында примерно. Жаңағы көше алға площадьтағы адамдар милицияны, внутрь войсканы басып, елкалар бар ғой, қазір кейбір елкалар кішкентай, биік емес. Бәрін сындырып, тепкілеп, площадьтың алдында екі не болған әлгі су ағады ғой асыма. Фонтандар. Соны сындырып, ақ мрамор ғой, жерге ұрады, 5-6-ға бөлінеді. Әлгі менен жаңағы милициялер тұрғанда бар ғой, енді ішің ашиды ғой. Боттан тебет, қолдары бүйтіп ұстап тұр ғой бірін-бірі. Өткізбейміз деп. Беттен тұрады, бастарынан тиіп барса, бүйтеді, сөйтеді. Сонда 10 скорый помощь үлгермеді ғой, алып кетіп жаңа. Ранее болғанда бар. Аса милиционері ғой. Соңғы бұрақты сағат сол 11 ма, 11 жарым ба, жаңа пограничный войскалар цеканың айналып тұр, 200 адам, солдат, 300 жата пограничный тұр. Командирі жаңа цеканың алдында тұр. Бұрақты, ребята, бір солдат тұрды, ребята, смотри, наших бьют деп, давай, вперед, айқайлады. Сол кезде жаңа цеканың айналасы тұр, 200 солдат, лопаталар бар мынандай. Айдап, командирлер айқайлап, отставить, какой отставить? Барлығы бір жарты сағат ішінде площадь тазалады ғой. Тазалап, айландырып, не қойып қойды. Айландырып, сетпай ғой, сатпай. Бәрін қойып қойды, кіре алмайды. 16-сы, 17-сы, 18-сы мен үйім Самалда, бірінші Самалда, цеканың үйі, 3 комнат үйім бар. Үйіме бір 200-300 метр ғой еді. 3 күн соң цекаға қондым ғой. Кете алмайым. Заместитель бір әбеке бір жарты сағат демалып алайын деп, кабинет кірді, отырып жарты деп алып алады. 3 күн жаттық. Содан кейін жаңа қарасаң, әңгіменің бәрі Назарбаев бар, Колбин келді ғой, Геннадий Васильевич. Сол бар комиссия жаңа трибунаға шығып айқайлап, ребята, давайте создайте комиссию, представители ваши деп бір 5-4 жігіт бір қызды бөліп, член комиссия. Ана трибуна не бар қалға? Отыратын жер. Кіргізіп, 3 сағат отырды ғой дейм. Сол келісе алмады ғой. Сондағы негізгі сұрақ, неге Қазақстанның бастығы орысты қояды деп отыр ғой. Бірақ айтпайды енді, шындық айтқанда, сөз алғы жатпайды ғой. Сонда Геннадий Васильевич Колбин келді ғой.
соны неге қояды, неге қазақты қоймайды деп. Сол үшін көтеріп отыр олар. Егер сіздер жаңа Ленинді секретті етіп жатсыздар, мәселе Лениннің айтқаны бар, мәселе ол қай ұлттың тұрғанында емес. Мәселе үкіметке берілген, партияға берілген адам басқарса бізді, сонда деп түсінемін мен. Егер былай келетін. Қазақтың партияға берілген адам жоқ па, үкіметке берілген? Бұл қазақ бітті елді соңғы ойлады. Сонда ұлт ойлады бұл қазақ. 86 жыл жаңа бірінші жаңа көшеде жүрген балалар бар ғой, ұрды ғой. Жаңа фонтанның мынандай ақ мрамор бар еді ғой. Сындырып ұрады, 5-6-ға бөлек келіп ұрады. Бұттан тебеді. Қолдары байлап тұр ғой бүйтіп. Ұстап тұр ғой, жібермейміз деп. Бұттан келіп тебеді, тұмсықтан келіп ұрады. Басы келесі бүйте қалады, өтіп кетеді тастар жаңа. Бірақ өлген бір жан жоқ. Сонда 10 скорый помощь жаңа құлаған милиционерлер внутрь войска үлгермеді ғой апарып. Құлайды, алып кетеді, апарып жібереді, үлгермеді. Пост жабық бар. Сонда да сөйтті ғой. Сонда ойлаймын. Сондағы балалар, қыздар енді өлген, шынын айтқанда 21 күні жаңа Сатпаев төмен 200 алды. Сатпаев төменірек 22 лір 24 лір ба. 21 күні бір жігіт тапты, есіктің артында құлап қапты. 18 градус суық еді ғой. Ол 21 күні. 16, 17, 18 күн 3 күн болды. Сөйтіп пост жазып тастады ғой. Ол 21 күн тапты. Содан кейін түрмеге ұсталып Қайрат Рысқұлбеков деген фамилиясы асыл бөліп қалды ғой. Жаңа организатор жаңа денің әлгі. Өйткен сөйткен деп жаңа ашуланып асыл бөліп қалды. 2 адам өлді. Бірақ өрде өлген адам болған жоқ. Площадь мен өзім бастықым ғой. Командир отдельный дивизион по охране совет бұрын. Барлығын өзім көріп, былай жүрем, былай барып, қарап, жаңа Колбин мен Назарбаев бар, секретарлар бар. Осыған артына жүрдім ғой. 3-4 милиционерді алып, артына жүрдім, бірақ өлген бір жан болған жоқ. Бірақ таяқ жегендер енді шындығы болды. Жаңа салттар кейін ашуланғаннан кейін, пост тазалаған кезде, жаңа кішкене көк бар ғой, сапер лопат дейді ме, солдатский. Сонымен ұрып, арқасынан ұрып, басынан ұрып, сонда 10-ды, 15-ті жаңалғы зил деймі, үлкен автобустар бар ғой. Соны тиеп, қалада қанша роботы бар, бәрі жауып тастады толтырып. Ал бірақ өлген адам біреу болған жоқ. Бір адам өлген жоқ. Ұрын ұрды, аяған жоқ енді. Енді олар да ұрды ғой басына. Олар тұрып, артына таяғын ашуланып сол. Басына, аяғына қолын қараған жоқ қой. Тазалады, соны айландырып қойып қойды. 18-19 тарадығы бәрі. Комсомолмен қатысынан сұрадыңыздар ма? Айналайын, сен секретар комитет комсомол сайладық саған. Ал сен неге бізге жауап бермейсің деп? Жауап берер едік, барар едік, айтар едік. Кім sayladı onu? Biz işteki bilmiyoruz. Uygun internasyonel. Ayda şurada. Yeterimiz. Boş jön be. Ağa qarayın. Başını sizler sayladınızlar ya, organ, partiya organ sayladınızlar. Sizler айтасыздар, депутатты ғана халық сайлайды деп, иә? Ал енді басшыны сіздер сайласаңыздар, халықтың қолдауымен сайлауларыңыз керек қой. Сіз халықтың қолдауысыз, халықпен ақылдаспайсыз. Өздеріңіз сайладыңыздар да қой. Партия өзі шешеді. Жоқ. Колбинді сол неге орысты қойып, басында Колбинді мені бастықым ғой командирі, жаңа полиция охраны. Ертең амандасам, чесіп барып қарсы аламын ғой, кешем шығарып саламын. Соны ойлаймын, Колбин коммунист, бұл неге бүйтеді деп, бір айдан кейін, келгеннен кейін, Төлебаева Құрманғазыда жаңа қызы күйеуімен ажырасып кеткеннен кейін 2 ұлы бар екен. Колбиннің. 2 ұлымен 3 комнат бірінші этажда квартира берді. Бір айдың ішінде. Бізде квартира 4-5 жыл тұрасың ғой. Ал бір ай болған жоқ, 3 комнат бірінші этажда. Есімде бар, 41-ші квартира, нөмірін ұмытып қалып Төлебаевада. 3 комнат квартира алды. Жаңа салған үй болған. Сонымен заң деген, соны ойлаймын, жоқ, қалады. Ол Колбин жарайды, өзі полиция үйде тұрды. Қызық при чем тут? Неге оны өрші тұрғаннан неге бермейді? Ол неге қалады дегенде ой келеді адамдарға арабай жүйрік дейді ғой. 3 қыз баяғыда Төлебаев 217 тұрды. 8 квартира. Енді ағамыз ғой, Шемалғанның жігіттеміз, мен ұзынағашы жігітім өзім. Соны праздник сайын 7 гүл алып барам ғой.
Жетігүл қанша 8-7 1 май, жаңа жыл, 7 ноябрь, 9 май, жаңа 8 март, 20 февраль, праздниктің бәріне Жетігүл алып барамын. Соны Сары Алпысовтың әйелі бар ма? Айқайлайды. Әй, қыздар ал дейді. Дариға, Әлия, Дарина үшеу ғой, 3 қыз. Басқа бала жоқ. Бәрі үлкен кісілер ғой бәрі. Сол 3 қыз. Әй, қыздар ал дейді. Қыздар алып барып, вазға сап қояды. Сонда жеңеміз Сары Алпысов бір рет рахмет деп айтқан емес қой. Қонақтың әйелі Зухра Шариптің татар ғой ана. Алып оқысың да ыңғайсыз ғой, Дозаровға апарып сонда оған Жетігүл алып барып. Ой, әбеке, подожди. Бір коробка шоколад, плиточный шоколад. Балаларға апарып бер дейді. Бір қол бос жібермейді ғой. Балаларға апарып, ол кісінің балалары жоқ қой. Апарып сөзі дейді. Сол Дозаровпен жаңағы қонаққа гүл апарамын. Қалғандары апармаймын.